Осы кітапханамыздың 20 филиалы бар. 20 филиалымызда да көптеген іс-шаралар, ірі іс-шаралар өткізілуде. Айына, мысалы, орташа есеппен алғанда, осы орталықтың өзіне 500 жаңа оқырман тіркеледі. Жалпы жыл бойына есептегенде филиалдардың барлығын қосқанда 40 мыңнан аса болады. Жалпы есептегенде. Қарағанды қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт мемлекеттік мекеменің қолдауымен Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 2019 жылы кітапханалық тележобасы «Өлке тұлғалары» атты тележоба ашылған болатын. Ең бірінші тележобамыз Қарағанды қаласының тарихи өлкетану музейінде Қарағанды күніне басталған болатын. Кітапханамызда 5 байқау өткен болатын. Ең бірінші байқауымыз бұл жаңағы Бағдат Мүбәракке арналған болатын. Көктемнің мөлдір тамшысы деп аталады. Осы Бағдат Мүбәрактың шығармашылығынан алынған болатын. Екінші байқауымыз Серік Сағынтай. Одан кейін Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына байланысты байқауымыз өткен болатын. Келесі байқауымыз Мұхтар Әуезовтің туған күніне байланысты ғылыми конференция өткен болатын ауқымды. Одан кейінгі осы биыл 8 желтоқсан күні егіз лебіз атты байқауымыз өтеді. 20 кітапхана орналасқан, ол әр аудандарда орналасқан, жөндеу жұмыстары аяқталған болатын. Осы жөндеу жұмыстары жүргізілген кітапхана филиалдарында коворкинг орталықтары ашылады. Бұл коворкинг орталығының мақсаты жаңағы жас жеткіншектерімізді, балаларымызды бос уақыттарын осы коворкинг орталығында өткізу. Бұл коворкинг орталықтарында көптеген ноутбуктар, сонымен қатар теннистік стөлдер және де балаларға қызықты шахматтар, тоғызқұмалақ сияқты ойындар, содан кейін 3D очкилер бар. Общий фонд библиотеки централизованной библиотечной системы составляет 578 862 экземпляров. Из них на казахском языке 162 096 экземпляров. Книжный фонд составляет 466 074 экземпляра. Поступление литературы происходит в основном по запросу наших читателей, анкетирование. Также отслеживаем новинки литературы на книжном рынке.